Сәлем достар, мен Алди. Бүгін мен сендерге бір қызық ертегі оқып беремін. Дайынсыңдар ма? Онда бастайық. Бір күні кең орманда кішкентай сары балапан өмір сүріпті. Ол өте мейірімді, бірақ аздап қорқақ екен. Балапан орман шетінде серуендегенді жақсы көретін. Бірақ терең орманға баруға батылы жетпейтін. Онда үлкен аңдар бар деп ойлайтын ол. Бір күні орманда қатты жел соғып, кішкентай балапан жолынан адасып кетеді. Айналасы қалың ағаш, бейтаныс дыбыстар. Шиқ, мен қайдамын? Деп жылай бастайды. Сол кезде алыстан ауыр қадам дыбысы естіледі. Топ. Балапан қорқып, бұта арасына тығылады. Ал алдынан үлкен арыстан шығады. Арыстан балапанды байқап қалып, «Неге жасырынып отырсың?» деп сұрайды. Балапан дірілдеп, «Мен сенен қорқамын». Арыстан жай ғана күлімсірейді. «Қорқпа, мен орманның патшасымын, бірақ достарыңды ренжітпеймін». Балапан сәл тынышталады. «Мен адасып кеттім», дейді ол. Арыстан аспанға қарап, күннің бағытын көрсетеді. «Сенің үйің анау жақта, мен сені шығарып салайын». Жол бойы арыстан балапанға орман туралы айтып береді. Қай жерде су бар, қай жерде гүлдер өседі. Балапан таңғалып тыңдайды. Ақыры олар орман шетіне жетеді. «Рахмет саған, кейде біз білмеген нәрседен қорқамыз. Ал шын мәнінде жақсылық әр жерде бар». Содан бері балапан батыл болып, орманға сеніммен баратын болды. Ал арыстан ормандағы ең дана аң атанды.